Не үшін нарықта сапалы мамандар жоқ деп айтады кәсіпкерлер? Негізі нарықта сапалы мамандар көп. Мәселе сапалы мамандардың жоқтығында емес, мәселе сол сапалы мамандарды іздейтін, сапалы мамандарға лайық кәсіпкерлердің жоқтығында. Сенің айналаң ол сенің айнаң. Сапалы мамандарды қалайсың ба, өзің соған лайықты бол. Сапалы мамандар сенің қасында жұмыс істейтіндей жағдай жаса. Оларға айтатын ұсынысын соған сай болу керек та. Бізде көп кәсіпкерлер себепті өзінен емес өзгеден іздейді. Сол үшін кім жаман? Маман жаман, кім жаман, жұмысшы жаман, кім жаман, нарық бұзылған, амбициясы өсіп кеткен қызметкерлер көп деген сияқты сылтаулар айтады. Дәл солай айтатын кәсіпкерлердің кәсібіңе үңілетін болса, ол кісілердің қызметкерлерге деген көзқарасы дұрыс емес. Басындағы мышлениясы дұрыс емес. Біздегі көп кәсіпкерлер өз қызметкерлеріне робот сияқты қарайды ғой. Шындығында. Мен саған төлеймін, сен маған істе деп айтады да. Сенің сондай көзқарасың сондай болып тұрса, ары не қалайсың, ары не тілейсің? Әлбетте саған сапалы мамандар келмейді. Өйткені орысша керемет сөз бар, подобное притягивается к подобному деген. Яғни сенің ішкі ниетің қандай, саған сондай ниетті адамдар келеді. Мынандай тәжірибе бар. Біз компаниялардың ішіне зерттеуге кірген кезде бірінші кәсіпкермен сұхбат жүргіземіз. Кәсіпкердің құндылықтары қандай сұхбат барысында білінеді. Енді кәсіпкерге біз оны әлбетте айтпаймыз, бірақ ішімізден түртіп аламыз. Кейіннен қолбасшыларына кіріп, қолбасшылармен сөйлескен кезде, мамандармен сөйлескен кезде, кәсіпкердің құндылықтары қандай, қолбасшылары, мамандары тура сондай ғой.